Құрметті менің достарым, сіздерге бір пайдалы кеңес айтайын деп отырмын. Осындай доктор Велдің креслосы бар. Бұл кресло массаж жасайды. Оны былай қосамыз. Қосқан кезде мына кнопкасын басамыз. Міне, осы кнопканы басқан кезде міне желке тұсындағы массаж айналады. Көп адамдарда желке тұсында тұз жиналады, май жиналады. Сонда денесі мойын жағы бүкірейіп ісіп жүреді. Міне соны бұл кетіреді. Бұнымен басты да массаж жасауға болады. Мойын, желкені жасайсыз массаж. Одан кейінгі бөлігі мына осыны басасыз. Бұны басқан кезде көрдіңіз ба, мына тұстағы свет жанып тұрған, жарық жанып тұрған тұс айналып жатыр. Сіздің омыртқаңызды түзулейді. Басталып келе жатқан грыжаны, немесе толық грыжаны осы массаж арқылы кетіреді. Бұның мына жанып тұрған жарық бір жағы лазер, бір жағы массаж жасалып жатыр. Денедегі барлық тұзды, омыртқаның қисайғанын түзулеп береді. Одан кейін мына кнопканы басасыз да, сильнаяға қоясыз. Ол кезде сіздегі мына екі жанындағы, мына көрсетіліп тұрған жанындағылар шығып жатыр. Бұл сіздің екі бүйіріңізді қысып жылжытпай, мына тұрған жарықтағы массаж жасалынады. Ауа беріп жатыр. Одан кейін вибрацияны басасыз. Бұны да сильнаяға қоясыз. Ол кезде мына жердегі төмпешік осы ісініп, вибрация болып ысып жатыр. Бұл деген сөз сіздің барлық, демек қояйын, кейбір адамдарда геморрой болады, грыжа болады, әйелдердің, еркектердің, жігіттердің суықтаған бездері болады. Міне, осыны алады толық. Мына жердегі арасында шығып тұрады. Мынау міне қолым дірілдеп жатыр ғой, міне дауыс шығып жатыр ма? Осы барлығы толық ем. Негізі суықты да алады. Әйелдердің, еркектердің және де геморройдың кетуіне көмектеседі. Осындай керемет құрылғы ойлап тауыпты доктор Вел. Бағасы 350 мың теңге. Қызығушылық танытып жатсаңыздар, қазір номер қалдырам, хабарласыңыздар.